Барлықтарыңызға қайырлы күн, берекелі асхан арнасына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге осы медовик тортының кремін жасалу жолын көрсетемін. Арзан крем, қатты қымбатқа түспейсіздер. Творожный сыр қолданбаймыз, себебі жасалу жолын үйреніп, өздеріңіз басқа да торттарға қолдана берсеңіздер болады. Ең алдымен тоңазытқыштан шыққан сливкиді, яғни салқын сливкиді ыдысымызға құйып аламыз. 500 мг және де үстіне 200 грамм сахарная пудраны, яғни қант ұнтағын салып, қоюланғанша миксерлеп аламыз. Ең төменгі жылдамдықпен миксерлеуіміз керек. Сосын біраз уақыт миксерлегеннен кейін кішкене қоюланған соң біз 400 грамм қаймақтың тең жартысын салып, тағы да миксерлеп аламыз. Сонымен бізде осындай із қала бастағанда миксердің артынан тоқтатамыз. Әрі қарай дайын болады біздің креміміз. Әрі қарай оны кремдердің корждардың арасына жағып аламыз. Видеода көріп отырғандарыңыздай 5 корж шығады. Ол менің алдыңғы видеоларымнан корждың жасау жолын таба аласыздар. Кремді осылайша 3-4 қасықтан салып, әр корждың арасына жағып шығасыздар. Кремі тез сіңіп кететін корждар болар. Сондықтан да алдыңғы видеодан көріп, үйреніп жасап көрсеңіздер болады. Барлық бетіне жағып боламыз қабаттарына, содан кейін беткі бөлігіне де жағып, содан кейін жан-жағын, яғни обтяжкасын жасап алуымыз қажет тортымыздың. Видеодағыдай етіп жағып алуға болады, немесе барынша қасықпен дұрыстасаңыздар да, егер сіздерде спатула болмайтын болса, қасықпен дұрыстап жасауға да болады. Мен бастапқыда қасықпен де жасай беретінмін бұл тортты, себебі жан-жағына корждың шетінен қалған бөлігін осылай ұнтақтап, тортымыздың шетіне осылай жабыстырып аламыз. Барлығын видеодағыдай етіп, қолымызбен шететтерін барлығын жабыстырып аламыз. Видео ұнаса арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.